Қайырлы күн, қадірменді қауым. Біз әдеттегідей жұма күні өздеріңізбен жүздесіп отырмыз. Павлодар облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының ертіс мәдениеті ресми парақшасында өздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Біз әдеттегідей бүгінде қазақ тілінің жай-күйіне байланысты, мемлекеттік тілдің тағдырына байланысты әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгінгі жылы жүздесуіміздің қадірлі қонағы ардагер ұстаз, еңбек ардагері, қоғам белсендісі, ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ермек Жұматұл ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ең алдымен осы Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапханаға уақытыңызды бөліп арнайы келгеніңіз үшін көптен көп рахмет. Енді біздің тілге тиек ететін мәселемізді, тақырыбымызды айттық. Бұл мемлекеттік тіл туралы. Енді аға, өзіңіз білуімше ел тәуелсіздігін алған жылдардан бұрында осы мемлекеттік деңгейдегі үлкен жұмыстарды атқардыңыз. Соның ішінде мәдениет саласына үлес қостыңыз. Ақтоғай ауданында қазақ тілі қоғамның бөлімін басқардыңыз. Сол кездегі қазақ тілінің жай-күйіменен бүгінгі қазақ тілдің жағдайын салыстырып айтып берсеңіз. Тіл деген оқымысты ғалым Мұхтар Арынның айтуы бойынша ол ұлттық рухтан туындайтын, ұлттық рухтан туындап, одан соны болашаққа жеткізетін осы тіл болып есептелінеді. Ол тек қана бір пікірді ғана айтып қою, дыбысты шығару деген сияқты дүние емес. Ол өзі сол халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан рухани дүниесін болашақ жастарға жеткізу дегенді алға қойып отқан дүние ғой. Жалпы бүгінгі күндері біз өзіміздің еліміздің тәуелсіздік алғанына 30 жыл болғанына қуанышпен тойлап отырмыз. Тіл мәселесі 89 жылы жарық көріп деген сияқты бүгінге дейін көптеген жетістіктерге жетіп, өзіміздің тілімізде сөйлеп, жазып деген сияқты, басылымдар пайда болып деген сияқты жақсылықтар болып отыр. Енді алғашқы Ақтоғай ауданында алғашқы қазақ тілі қоғамының төрағасы болып сайланған кезде халықтың патриотизмдік рухы өте жоғары болды. Мысалы, бір кішкентай ғана мысал айтайық, Азат партиясы құрылады, осының бірінші съезіне келіңдер деп 4 кісі барамыз дегенде бізді қаржыланып отқан қаржымыз сондай болмаса да, мен барам деп шыққан азаматтар қандай көп болды. Мысалы, сол кездерде біздің елімізде біз қайта түлеп оянғандай болып, рухымыздың жаңғырған деген сияқты сезіне білгендей жағдайда болғанымызды елестете аламыз. Әрине, ол жерде мына қоғамдық жұмысты, әсіресе мына тіл жөніндегі саясатты жүргізу үшін байыпты түрде түсіндіре білу керек, айта білу керек деген сияқты. Кейбір басшылар деген сияқты онша түсінбей жатқан күннің өзінде халыққа кінә тағуға болмайды. Мысалы, орыс азаматтарының көп қызмет істейтін бір орындарында, мысалы, машина трактор станциясы дейді, тағы да басқа жерлердегі азаматтармен кездескенде, олар осы қозғалысты қолдап, бір күнгі еңбек ақыларын қоғамға аударды. Міне ол өзі халықтың арасындағы бір қуанышты жағдай, бір түсіне білу деген сияқты. Сондықтан біздің мысал үшін тіліміз қазір мемлекет көлемінде толығынан өзінің еркіндігін алған күнде ол басқа халықтарды ұйымдастыру құралы есебінде пайдаланылады. Оларға мысал үшін біз күштеу, не болмаса шеттету деген сияқты саясат бізде жоқ. Сондықтан бүгінгі күнде мысал үшін қазақша жақсы сөйлейтін басқа ұлттың өкілдері бар, ән айтатын өкілдері бар деген сияқты. Енді сол жағдай мүмкіндігін кеңінен алса екен деген сияқты. Жаңағы Мұхтар Арын деген ақсақалымыз дүниеден өтіп кетсе де, біздің Ерлан Арынның әкесі ғой. 15 жылдан астам Ақтөбе
институтында сабақ берген. Айтайын дегенім, мұны жаңағы қазақ тілі қоғамы жаңа құрылған кезде соған сайланатын төрағаны, әсіресе облыстық көлеміндегі төрағаларды сайлаған кезде өте бір мұқияттылықпен және де қатты келіп деген сияқты, дұрыс адам тағайындалу керек деген сияқты позициядан осы мәселе орын алды. Мысалы, сол Ақтөбеде бәленбай жыл жаңағы пет институтты басқарған Мұхтар Арын Ақтөбе облысының, бізде Жеңіс Марданов деген Торайғыров атындағы университеттің доценті, оқымысты ғалым, одан енді Алдан Смайыл деген Ақмола облысында деген сияқты, енді республика көлеміндегі атақты біздің азаматтарымыздың барлығына атамай ақ қояйын, бұл деген сондай бір сенімділікпен болашаққа деген сияқты. Сол сенімділік жалғасып келе жатыр. Дегенмен де, мысалы үшін, мынадай бір қағиданы біздің білгенімізден. Мен өзім педагог болғаннан кейін, ұстаз болғаннан кейін деген сияқты айтатын дүниенің біреуі, Янамус Камерский деген Чехиядағы, шетелдегі, содан кейін Ушинский, Дмитрий Ушинский, одан кейін біздің өзі Ахмет Байтұрсынов деген сияқты азаматтарымыз туғаннан кейінгі 11, 12, 13 жасқа дейін алғашқы, мысалы үшін біздегі мүшел жас дейміз ғой, алғашқы мүшелді тілді қалыптастыруға жұмсау керек деген қағиданы айтқан болатынды. Енді мысалы, осыған мысал келтіріп кетейін, енді оның бір өкінішті жерлері де бар. Біздің мысалы үшін қазіргі кезеңде кейбір ата-аналар түсіңкіремей деген сияқты балаларын орыс мектептерін орыс класына беру деген сияқтыны алға қойып отырғандары да бар. Әрине, біз өзіміз ел болғаннан кейін, өзіміздің мемлекеттік тіліміз болғаннан кейін, біз өзіміздің тілімізді ең бірінші дәрежеге қойғанымыз өте дұрыс. Мысалы, Англияны айта кетсе, Англияда 4 класс оқып бітіргенше ағылшын тілін үйренуге көп көңіл бөледі екен. Мысалы, оған ағылшын тілінде көп береді деген емес, ағылшын тілін оқытуға көп көңіл бөледі екен. Мысалы үшін, оқытатын бағдарламаның, 1-4 кластың ішіндегі бағдарламаның жартысы, не болмаса одан көп едәуірі ағылшын тілін оқытуға жұмсалынады екен. Сонда бұлар 4 класс бітіріп шыққан кезде өзінің ой пікірін айта алатын деңгейге жетеді екен. Өкінішке орай, мысалы үшін, біздерде 4 класс емес, орта білім алып шыққан кезде, абитуриент болып тұрып, жоғарғы оқу орнына келген кезде өзінің ойын толығынан жеткізе алмай отыратындар бар. Сондықтан орысша оқып, білім алып деген сияқты азаматтарды біз кемітпейміз. Олар орын тауып, нанын тауып жүрген азаматтар. Но бірақ бір жағынан былай қара, тереңірек қараған кезде, оның рухында ұлттық сенім, ұлттық бағыт шамалы жоқтың қарсы болып естілмеді. Сондықтан біз мысалы үшін үйдің ішінде ғана айтып әгі кухонный деп айтады біреулер мысалы үшін. Отбасында. Иә, ол сондай деңгейде айтқан нәрсе алысқа апармайды деген сияқты. Біздің мәдени дамуымызға, рухани дамуымызға кедергі болатын дүние. Ол мысалы үшін біздің тіліміз қалай дамымай, сондай деңгейде қалатындай жағдай болатын болса, ол еліміздің дамуына деген сияқты. Ел болып, егеменді тәуелсіз ел болуымызға кедергі болатынында сөз жоқ. Бүгінгі күні біздің айтарымыз енді ақсақалдар тағылымы қоғамында көптеген азаматтарымыз қызмет етеді, зейнеткерлікке шыққан. Оның көп дені ұстаз, ардагер ұстаз азаматтар. Одан да басқа алайда инженер болған, бізге қазір өмірімізге инженер мамандар да керек деген сияқты. Сол әрбір мамандықтың иелері мен біз топтарға бөліп, өзіміздің құрамымызды мектептерге барып деген сияқты тәрбие сағаттарын өткізіп, соларды қызықтыратын тақырыптарды өткізіп деген сияқты. Мысалы, біз енді сол енді тілдің дамуы қандай жолда болу керек, біз қандай ұлт болуымыз керек, біздің адамгершілігіміз қандай деген сияқты. Қазір енді менталитет деген ұғым бар қазіргі кезде пайда болған 19 ғасырдан.
Енді қазақшаға оны діл деп аударып деген сияқты. Біз өзіміздің осы дамып отқан қоғамымызды тани білетін деңгейге жетуіміз керек. Сондықтан біздің деңгейіміз, менталитетіміз рухты менталитет. Ұлтымыздың саналы деген сияқты бізге ата бабамыздан қалған жақсылықтарын беріп кеткен сақтай біліп, соны ары қарай жеткізе білуіміз керек. Бір кездерде бізде мысалы үшін жазу емес, ауызша айту сияқты деңгейде болдық та, ол кездегі біздің тәртібімізде ауызша жаттау білмейтін, не болмаса ауызша айта алмайтын деген сияқты азаматтар болған жоқ. Әсіресе халық алдына шығып сөйлейтін азаматтардың ішінде. Міне осындай жағдайда біз өзіміздің жаңағы ата бабамыздан қалған қазақтығымызды сақтай білуіміз керек. Бұлай айтқан кезде, мысалы, тілін білмейтін тексізден сақтасын деп, Алладан жоғарыдан тілек тілейміз. Енді бүгінгі айтып отқан жағдайларда, мысалы үшін, жаңағы ғалымдардың айтуына қараған кезде, бастауыш мектептерде шет тілдерін, оның ішінде мысалы үшін орыс тілін оқыту соншама қажеттігі жоқ дүние екенінде ойға салуға болады олардың. Оның үстіне мысалы үшін балабақшаларда шетел тілін кіргізу деген мүлдем болмайтын жағдай. Міне, өзің тілінде жақсы қалыптасқан, жаңағы алдында айтып өттік қой, сол енді мүшел алдыңғы бірінші мүшел тілдің дамуына байланысты болып тұрып, соны дамытуға деген сияқты ол болашаққа үлкен жол ашатын негіз, фундамент болып есептелінеді. Сондықтан міне осы біздің 30 жылдық мерейтойымыз аз ғана уақыт өтіп жатыр, дайындалып деген сияқты халқымыз бәрі өзі мақтанышпен деген сияқты жетістіктерін атап өтіп жатыр. Тіліміз сол жоғарғы деңгейде болса екен деген сияқты тілек білдіреміз, ниет білдіреміз. Еліміз аман, бұқарамыз тыныш болып, жастарымыз сол ата бабамыздың тапсырған деген сияқты жүйесін еліміздің ел болып деген сияқты жерімізге көз тіккен бәледен сақтап, Алла тағала жағдайымызды жақсартса деген ойдамыз. Бәрекелді. Дейін аға, ел тәуелсіздігін алған жылы туған балалар биыл 30-ға келді. 30-дағы жастар менен қазақ тілінде еркін сөйлесе аласыз ба? Енді бұл жастардың ішінде еркін сөйлесе алатын азаматтар бар. Оның барлығын көзді жұмып тұрып жоқ деп айта салуға болмайды. Әрине, көп азаматтар жаңа айтып өткендей орыс мектебін бітіргендері деген сияқты орысша оқып. Енді олармен сөйлесу онша оңайлыққа бармайды. Сондықтан да кім болса да, қай тілде оқыса да бәрібір үйреніп алуға болады. Мысалы үшін өзінің ана тілін жақсы меңгерген адам басқа тілді тез үйренеді екен. Біз басқа тілді үйрену керек, не болмаса сөйлеспеу керек деген сөзден аулақпыз. Біз басқа тілдерді білу деген ол өнер. Бір кезде Энгельс айтқан бір шетел тілін білу деген ол күрестің амалы деп сөйлегенді. Біз мәселе күресу үшін емес, қарым-қатынас жасап, байланыс жасап деген сияқты интеграциялы түрде іргеміз бірге болсын деп құрып отқан дүниеміз бейбіт жолда болсын деген мақсатпен деген сияқты шетел тілдерін, оның ішінде орыс тілі бар, мысалы үшін білуіміз қажет. Рахмет. Енді ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігінің бүгінгі атқарып жатқан жұмысына бір тоқталып өтсеңіз. Енді ақсақалдар тағылымы мынау науқан, ауру науқаны болмаған кезде біз көптеген мектептерде болдық. Оның ішінде мысалы үшін Абай атындағы мектепте, Ыбырай Алтынсарин атындағы мектепте, одан басқа қалдырған мектептеріміз жоқ. 22, 24, 19, 39, 29 деген бір кездерде тек қана орыс мектебі болған сияқты мектептерде, мысалы қазақ нелері, сыныптары ашылды. Мысалы біз 29 мектепте болып кездесіп жасадық, онда өмірбақи қазақ сыныптары, класстары болғанда жоқтың. Енді аудитория, актовый зал дейміз ғой, сол толып кетіп тұр. Сонда қуанышпен ана жастарымыз, біздің ана барған азаматтарымыздың
позициясын жақсы түсініп, қуанышпен қарсы алды. Міне осы мектепке барып жаңағыдай мәселелер өткізу, одан басқа мысалы үшін біздің ұлттық дәстүрлерімізді дамыту деген сияқты, оның ішінде мысалы үшін салт дәстүрімізді дамыту, оны көрісу деген бір мерекелерді өткізуде белсене қатыстық деген сияқты. Одан басқа біз мысалы үшін облыстық мәдениет басқармасымен тікелей байланыстамыз, білім басқармасымен тікелей байланыстамыз. Олар білім басқармасынан мысалы үшін қазір бір азаматтарды, өздерінің мамандарын бізбен қарым-қатынас жасау үшін бекітіп те қойды. Ол жігіттің аты Темірлан Нұрланұлы деген азаматымыз, сол келіп, қазіргі кезде енді қазір Қызылда тұрмыз ғой, науқас бойынша деген сияқты. Жаңа жылдан кейін кішкене кеңістік алатын шығармыз, содан кейін барып тұрып, жаңа тәрбие жұмыстарын өткізуге деген сияқты соған бірлесіп жоспар жасап жатырмыз. Алдындағы жұмыстарды да біз бірлесіп жасағанбыз. График жасап қойып деген сияқты, содан кейін сол бойынша біз кездесулер ұйымдастырып отырдық. Одан басқа мысалы үшін біз осы облыстық кітапхана, қалалық кітапханалармен байланыс жасап, 30 жылға 30 кітап деген сияқты республикалық акцияға қатысып, соған бүгінгі дейін оны жалғастырып келе жатырмыз. Жаңағы облыстық радиоға да осындай әртүрлі тақырыптарға мысалы үшін инженер болу керек пе, мұғалім болу керек пе, біздің менталитетіміз, діліміз қандай болу керек деген тақырыптарда, ұл тәрбиесі, қыз тәрбиесі деген тақырыптарда деген сияқты мағлұматтар берілді. Оның үстінде саяси жағдайларда қалмайды. Мысалы, мен өзім президентіміздің жолдауы туралы мәселе жөнінде сөз сөйлеп бердім мысалы үшін. Енді одан да басқа біздің жүргізіп жатқан нәрселеріміз бар. Анау бейбітшілік әлемі деген творчестволық қоғам, республикалық қазақ мәдениетін айтып жүрген, соны түсіндіріп жүрген. Ол да сол бір кездесулер ұйымдастырып, былтырлар қатыстық түгеліміз. Енді биыл да сондай кездесулер болады деген ойдамыз. Енді жақсылықтар алда көп болатын шығар. Біздің және де кейде жас келген азаматтарымыз балалардың мектепке баруын, қазақ мектебіне, орыс мектебіне кетіп қалуына мұғалімдер кінәлі деген сияқты сөзді айтқысы келетіндер де бар. Мен оған енді мұғалімдерде де кінә болуы мүмкін, мен бірақ ондай пікірге қарсымын. Баланы тәрбиелеп, мысалы үшін, ол қандай азамат болып деген сияқты, ол өзінің ана тілін, мемлекеттік тілді меңгеруіне ең бірінші жанұя себепкер болу керек. Жанұяда әңгіме қозғап деген сияқты, соны келгенде солай сөйлесіп деген сияқты, жаңағы жай ғана бір ананы әпер, мынаны әпер деген емес, соның рухын түсіндіріп, саясатын түсіндіріп, тереңнен балаларға деген сияқты айта отырып, тәрбиенің ең бірінші басын семья беру керек деп ойлаймын, отбасы. Рахмет аға. Енді жалпы аға буынның алдында жүрген өкіл ретінде жастарға мемлекеттік тілді, қазақ тілін дамыту үшін не істеу керек деп ойлайсыз, сіздің ұсынысыңыз? Енді жаңа айтқандай, жастайынан қазақ тіліне үйреніп деген сияқты жас азаматтарына, балалары баратын, мектепке баратын азаматтар балаларын ұлттық мемлекеттік тілде оқитын мектептерге берсе екен деп ойлаймын. Ал енді одан кетіп қалғандар уже ендігі орыс мектебінде оқып жүрген деген сияқты, орыс мектебін бітіргендер сияқты. Оның да соншама айыптаудың қажеті жоқ. Ол да алдына мақсат қоятын болса, оны үйреніп алуға болады. Ең бірінші мысал үшін әр нәрсені үйрену үшін алдына бір мақсат қоя білу керек. Адам өзінің кім екенін тани білу керек. Мысалы біздің Машқұр Жүсіп атамызда мысалы айтады, өзіңді өзің тану қиын деген сияқты. Абай айтады, өзіңді өзің тани біл деген сияқты. Жаңағы айтып отқан ғалым ағамыз да әуелі адам өзін тани білу керек. Ол қағида тек қана адамгершілік мәселесінде емес, дін жолында да ол айтылған. Мысалы үшін адам өзін өзі тани білу керек. Мысалы Энгельстің өзі де бір кездерде айтып кеткен, человек, который не уважает, орысша айтқан жоқ қой бәрібір, өзінің тілін сыйлай алмаған, ол басқа ұлтты сыйлай алмайды деп сүйдеген Энгельс. Оны пролетариаттың көсемі деп танылдық қой бір кезде Маркс пен Энгельсті.
Иә. Сол сияқты мысалы үшін дін жолында айтқан кезде өзін өзі танып сыйлай білмеген адам басқаны да сыйлай алмайды деген сөз бар міне. Сондықтан да біз әуелі өзімізді өзіміз тани біліп деген сияқты, мен кіммін деген сияқты. Жұбан ағамыз айтқандай мысалы үшін мен қазақпын деу үшін біздің рухымыз қазақ болып тұрып деген сияқты. Тәрбие алған негізіміз қазақ болу керек. Соны түсіне білуіміз керек. Ұлты жоқ адамдарды мысалы үшін әсіресе ұлттың негізін білмейтін, мысалы бір екі түрлі ұлттың өкілінен туғандарды метис дейтін болса, олар артынан Америкада әсіресе мысалы үшін 600-дей ұлттың өкілдері бар, 620 деймін. Солар мысалы үшін тағы да үйленген кезде олар уже атасының кім екенін білмейді, оны маргиналдар дейді. Біздің енді оны қазақтар ерте білген ғой көп нәрсені. Енділерді мәңгүрт деп атап жібереді мысалы үшін. Сондықтан бізді мәңгүрттіктен сақтасын, атасын сыйлай білсін өсіп келе жатқан жастар. Өзінің мысалы үшін ата-бабамыздан қалған қазақтығымызды сақтап, тілімізді үйреніп, соны мақтаныш ете білу керек. Кеш емес, кетіп қалса да. Сондықтан мен қазақпын деп айта алатындай, қазақ елінің азаматымын деп, егеменді тәуелсіз мемлекеттің азаматымын деу үшін өзіміздің мемлекеттік тілді сыйлап, соны білуге талпыныс жасап, мақсат қою керек. Бәрекелді, рахмет аға. Енді ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігінің алдағы бір жоспарлары қандай екен, әсіресе осы тілдің төңірегінде ұлттық рухты көтеру мәселесінде? Біздің енді біз кішкене қазір тоқтап тұрғанмен жалпы өзіміздің позициямызды тоқтатқан жоқпыз. Біз мысалы онлайн дейді қазір, сол сияқты біз сондай да кездесулер жасап жүрміз. Мысалы ата-аналармен де онлайн кездесу деген сияқты. Енді қазір біртіндеп мектептерге ақырын барып деген сияқты. Біз мысалы үшін мәдениет басқармасы айтып отыр, біздің кітапханаларымыз сіздерге есік ашық, оқушыларыңызды жинап әкелсеңіз, студенттеріңізді жинап әкелсеңіз деген сияқты. Біз қарсы емеспіз деп сөйлейді. Кеше ғана Бұхар Жырау музейінде болып, сонда кім Жігер деген азамат, Бәкен Жігер деген айтыскер, Бөкен Жігер өзі бір жеңімпаз болған, және де әнде айта алады екен, қобызда да ойнайды, домбырада ойнайды, сыбызғыда да ойнайды. Оған біздің музыкалық колледждің студенттері барып деген сияқты, біздің енді ақсақалдар тағылымы бардық. Сол біраз адамдар болып тұрып, үлкен творчестволық кездесу болып өткені бір қуанышты жағдай. Міне осындай нәрселерді біз тоқтатпаймыз. Біздің жоспарларымыздың ішінде үлкен азаматтардың, мысалы үшін Абайдың 175 жылдығы, Шәкәрімнің оның алдында болған, оны басқа да, мысалы үшін қазір болып отқан Жамбылдың, Әлихан Бөкейхановтың, тағы басқалардың деген сияқты сондай нелерді біз тыс қалдырмаймыз. Барғанда мектепте де айтамыз, өзіміз жеке ұйымдастық деген сияқты шаралар өткіземіз. Сондықтан біздің шараларымыз әртүрлі салада патриотизм бағытында деген сияқты. Тілді дамыту ең бірінші соның жолында тұр. Тілді дамыту, патриотизм бағыты, дұрыс тәрбие алып, азамат болып тұрып, өзін осы қоғамның азамат есебінде деген сияқты, сезініп деген сияқты, тәрбиелей білуінде деген сияқты тақырыптардың төңірегінде біз жұмыс істейміз. Рахмет аға. Біз өзі қазақ халқы ежелден тәрбие көрген, үлкенді сыйлаған, әке тұрып ұл сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без дейтін үлкен бір көреген елдің баласымыз. Сондықтан ақсақалдар қоғамы, ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігінің дәл осы Ертіс-Баян өңірінде атқаратын рөлі, беделі үлкен деп ойлаймыз. Себебі елдің алдында жүрген, халыққа сөз өтетін, бір ауыз сөзбенен бір елдің тағдырын шешетіндей азаматтар осы қоғамдық бірлестікке бас қосқан, жиналған, бір үйдің баласындай болып, бір қолдың саласындай болып, барлығы бүгінде елдің ертеңі үшін еңбек етіп жатыр. Жастарына қарамай, енді ағаларымыздың алды 90-ға жақындап қалған кісілер, оны білеміз. Сондықтан ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігінің мүшелерінің барлығына ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілейміз. Және халыққа бергеніңізден берерлеріңіз көп болсын. Жастарға үлгі көрсетіп, өнеге болып, аман-есен елдің алдында, халықтың алдында ақ баталарыңызды беріп, ақыл кеңестеріңізді айтып,
жүре беріңіздер. Қадірменді көрермендер, біз әдеттегідей бүгін жұма күні өздеріңізбен жүздестік. Бүгінгі кездесуіміздің қадірлі қонағы өңірлік ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігінің төрағасы, ардагер ұстаз, қоғам белсендісі Ермек Жұматов ағамыз болды. Аға, өзіңізге тағы да көптен көп рахмет. Қадірлі көрермен, келесі жұмада аман есен жүздескенше аман сау болыңыздар.